Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіздерге айтылып жатқан ақпараттар ұнаса, тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Қолдау көрсеткендеріңізге рахмет. Бүгінгі айтатынымыз күріш суының пайдасы. Бұл ежелгі Қытай рецепті уақытпен тексерілген. Тән сұлулығын сақтау мәселесінде басты шара саналатын әдеттегі медициналық әрекеттер пайдасын тигізбеген кезде жасалатын амал деседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындар да кездейсоқ емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажет элементтермен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзадағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, бұл жазбаны сақтап қойғаныңыз жөн. Ал айтарымыз мынау: мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады деп айтылған. Мұнымен қатар оның косметикалық қасиеті де бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Ертеде қазіргідей арнайы дайын сусындар мен тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларына осы сусынмен тамақтандырған. Бүгінде жиі айтылатын бұрынғының балалары мықты болған деген сөз осындай табиғи ас суының арқасы екендігі жасырын емес. Ертеректе күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. Бір стакан суға бір ас қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта су түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуып, бір аптаның ішінде оң нәтиже байқала бастайды. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан ішекті тазартып, ағзаны, теріні жасартатын дайын детокс дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстасаңыз, жасушалар да жаңарып, ағзада жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш айран ботқасын қалауыңызша жей беруге болады. Бүгінгі айтылған пайдалы ақпараттарымыз күріштің суы. Егер сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басуды да ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, қолдау білдіргендеріңізге рахмет.